Медреседе оқып жүрген кезіміз, біздің медресе мен мешіттің ортасы бір 200-250 метр жер болатын. Ортасында бір әдемі бір биік дөмпешік бар, түп-түзу төбесі. Әлгі жер көк-бөмбек шөп. Соның қасында бір 4 дала ағаш өсіп тұрады, дәу-дәу теректер. Екеуінің арасына трубаны қағаз салдық та турник жасап қойдық. Екеуінің екі шетінен ұзын-ұзын мықты ағаштарды байлап, чегіліп, брусья жасап қойдық. Ар өткен сайын, бер өткен сайын жаңағы жерде бір-бір тартылып, бір-бір ойнап өтеміз. Содан одан қала берсе жаңағы көкте күресеміз, қазақтар жиналып алып. Уже екінші жыл жаздай балаларды оқытып, содан өзімізбен бірге достарымыз, інілерімізді алып барғанбыз. Содан өзбектер, тәжіктер, чешендер келеді, кел күресейік дейді. Сонда бір таң қалатыным, кішкентай қазақтың балалары шақ келмейді бізге, өзбектер. Сонда өзбектер айтады ғой. 10 өзбекпен күресемін дейді, бітті қазақпен күреспеймін дейді. Неге десек, олар көшті көп жейді дейді, олар етті көп жейді дейді. Сөйтіп, Құдайға шүкір, сол медреседе жүріп, шешен, Дағыстан, өзбек, тәжік, қырғыздың ортасында жүріп, бір өзбектен, болмаса басқа ұлттан жеңілген жоқ біздің қазақтар. Інілерім болды, Еламан деген інім, Құдабалам болды, Ғалымбек деген. Кіп-кішкентай, дәу-дәу өзбектермен, тәжіктермен күресе кетсе, топ еткізеді ғой. Сонда біріншіден қанда бар, екіншіден жеген тамақ біздің ет өте жақсы күш береді екен. Сол бала күнімізден соны байқап өстік.